Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды азайту, координаталық түзуде нүктелердің ара қашықтығы. Оқу мақсаты. Рационал сандарды азайтуды орындау. Сабақ мақсаты. Рационал сандарды азайтып үйренеді. Келесі, өткенге шолу жасайық. Минус 12 плюс минус 24. Жауабымыз ойланайық. Дұрыс айтасыздар. Минус 36. Кез келген теріс сан нөлден кіші болады. Келесі. Сұрағымыз, қарама қарсы сандардың қосындысы нешеге тең деп ойлайсыздар? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар. Нөлге тең болады. Келесі, азайту қосынды мен белгілі қосылғыш бойынша екінші белгісіз қосылғышты табу амалы болып табылады. Осыдан b қосылған x-тен a-ға. Егер де x белгісіз қосылғыш болатын болса, осыдан x-тен a минус b. Рационал сандарды азайту ережесі. Егер азайғыш пен азайтқыштың таңбалары әртүрлі болса, онда рационал сандарды азайту таңбалары бірдей сандарды қосу ережесі бойынша орындалады. Бірінші кестеге назар аударайық. Кестеде көріп отырғанымыздай, азайғыш, азайтқыш көрсетіліп тұр. Бірінші жолда бізде 6 азайғыш, азайтқыш минус 2-ге тең. Жазылуына назар аударайық. 6 минус жақшаның ішінде минус 2 тең, 6 қосылған 2 тең 8. Сонымен айырманың жауабы бізде 8-ге тең болды. Келесі, минус 7 азайтқышымыз 3-ке тең. Жазылуына назар аударайық. Минус 7 плюс минус жақшаның ішінде плюс 3 тең. Сонымен минус 7 минус 3. Жауабымыз минус 10-ға тең. Жауабымыз минус 10. Келесі, минус 1,8. Азайтқышымыз минус 2,7. Жазылуы 1,8 минус жақшаның ішінде минус 2,7 тең болады. Сонымен мына жерде 1,8-ді біз қосамыз 2,7-ге. Жауабымыз 4,5-ге тең. Егер азайғыш пен азайтқыштың таңбалары бірдей болса, онда рационал сандарды азайту таңбалары әртүрлі сандарды қосу ережесі бойынша орындалады. Екінші кестеге назар аударайық. Азайғыш минус 9-ға тең, азайтқыш минус 3. Жазылуы минус 9 минус 3 тең болады. Минус 9 қосылған 3. Сонымен жауабымыз минус 6-ға тең. Келесі, азайғыш минус 2-ге тең, азайтқышымыз минус 5. Жазылуы минус 2 минус жақшаның ішінде минус 5. Минус 2, яғни қосылған 5 болады. Жауабымыз 3-ке тең. Келесі жай бөлшектермен қарасақ, минус 1,3-тен 2, азайтқышымыз минус 5-тен 1. Жазылуы минус 1,3-тен 2 минус 5-тен 1 тең болады. Минус 1,3-тен 2 қосылған 5-тен 1. Сонымен жауабымыз минус 1,15-тен 7. Бір саннан екінші санды азайту үшін азайғышқа, азайтқышқа қарама қарсы санды қосу керек. Назар аударайық экранға. А минус Б тең болады А плюс жақшаның ішінде минус Б. А минус жақшаның ішінде минус Б, яғни тең болады А плюс Б. Минус А минус жақшаның ішінде плюс Б тең болады минус А минус Б. Минус А минус жақшаның ішінде минус Б тең болады минус А қосылған Б. Азайту амалының ерекше жағдайларынан назар аударайық. Егер де 0-ден минус А-ны азайтатын болсақ, жауабымыз минус А-ға тең. А-дан 0-ді азайтатын болсақ, жауабымыз А-ға тең болады. Егер де А-дан А-ны азайтатын болсақ, онда жауабымыз 0-ге тең болады. Таңбалары әртүрлі сандарды азайтуды үйренейік. Ол үшін кестеге мысалдарға назар аударайық. Азайғыш, азайтқыш,
жазылуы көрсетіліп тұр. Сонымен 6 азайтқышымыз минус 2 кетен. 6 минус 2 тең болады. 6 қосылған 2 тең 8-ге, жауабымыз 8. 3 минус 6, жазылуы 3 минус 6. 3-ті қосамыз 6-ға, яғни жауабымыз 9-ға тең. Минус 7 қосылған 3. Жазылуына назар аударсақ, минус 7 минус 3. Жауабымыз минус 10-ға тең. Көрсетіліп тұр. Сонымен, таңбалары әртүрлі сандарды азайту таңбалары бірдей сандарды қосумен есептеледі. Таңбалары бірдей сандарды азайтуды үйренейік. Ол үшін кестедегі мысалдарға назар аударамыз. Минус 9, минус 3. Минус 9, минус, жақшаның ішінде минус 3. Минус 9-ды, яғни 3-ке қосамыз. Жауабымыз минус 6-ға тең. Айырманың мәні минус 6. Азайғышымыз минус 2, азайтқышымыз минус 5. Жазылуына назар аударайық. Минус 2, минус, жақшаның ішінде минус 5, тең болады. Минус 2 плюс 5, жауабымыз 3-ке тең. Сонымен, таңбалары бірдей сандарды азайту, таңбалары әртүрлі сандарды қосумен есептеледі. Координаталық түзудегі кесіндінің ұзындығын табу үшін, оның оң жақ шеткі нүктесінің координатасынан сол жақ шеткі нүктесінің координатасын азайту керек. Назар аударайық. Координаталық түзудегі кесіндінің ұштарының координаталары бойынша кесіндінің ұзындығын табайық. Мысалы, координаталық түзуде А нүктесінің координатасы минус 4, Б нүктесінің координатасы 3 болатын, а Б кесіндісінің ұзындығын бірлік кесінді есебімен табайық. Ол үшін координаталық түзуде қарап отырсаңыздар, А нүктесі берілген тұр және Б нүктесі. Сонымен, АБ кесіндісінің ұзындығын табу үшін координаталық түзуге назар аударсақ, 3-тен минус 4 азайтамыз. Сонымен, ережені қолдансақ, 3 қосылған 4-тен 7 болады. Енді мұнда координаталық түзуде санап көрсетсек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ге тең болып тұр, қарап отырсаңыздар. Келесі. Сонымен, АБ-мыз біздің 7 бірлік кесіндіге тең. Координаталық түзудегі кесіндінің ұзындығын табу үшін, оның оң жақ шеткі нүктесінің координатасынан сол жақ шеткі нүктесінің координатасын азайту керек. Мысалымызда көрсетіліп тұр. Келесі, есепке назар аударайық. Егер А координатасы минус 5-ке және Б-нікі 9-ға тең болса, АБ кесіндінің ұзындығын есептейік. Шешуі. Координаталық түзу сызамыз. Көрсетіліп тұр А нүктесі және Б нүктесі. Минус 5 міне 9 Б нүктесі. Ары қарай қарастырайық. Сонымен, бағана айтылған ережені қолданып, 9-дан біз азайтамыз минус 5-ті. Сонымен жауабымыз 9-ды қосамыз 5-ке. Болады 14. Сонымен бізде жауабымыз 14 бірлік кесіндіге тең. Келесі есеп. Айырманы табыңдар. Минус 5,6 минус 5,6. Сонымен, минус 5,6 қосылған 5,6. Айтылған, оның алдында айтылған ережеге назар аударсақ, таңбалары әртүрлі сандарды қосқан кезде бізде 0-ге тең болады. Келесі. Минус 2,9 минус 4,3 тең. Минус 2,9 қосылған 4,3 тең. Бізде жауабымыз 1,4. Минус 9,2 минус 5,3. Шығарылу жолы көрсетіліп отырғандай. Минус 9,2 қосамыз 5,3-ке, жауабымыз минус 3,9-ға тең. Екінші есеп. Координаталық түзудегі А, Б, С, Д, Е, Ф, К, Л кесіндісінің ұзындығын табу керек. Сонымен А минус 7, Б 2, Ә, С. Сонымен А, Б кесіндісінің ұзындығын табу үшін
координаталарын табу үшін 2 минус минус 7. Сонымен ереже бойынша 2-ні 7-ге қосамыз, 9-ға тең. Келесі қалғандарын жазып алсаңыздар болады. Бірге шығарамыз. С-ның координатасы минус 5, D-нікі 1. Ары қарай есептейміз. С-ді бізге тең болады сонда. 1-ден азайтамыз минус 5-ті. Сонымен, мұнда минус пен минус бізде плюс болып кетті. 1-ді қосамыз 5-ке, 6-ға тең. Келесі Е минус 6, F минус 2. Ойланып көріп өзіміз шығарып көрейік. Кәнеке жауабын қарайық. Сонда EF бізде тең минус 2, минус 6. Сонымен минус 2 қосылған 6 бізде тең болады 4-ке. В, К минус 4, L 0-ге тең. Сонымен KL-ді қалай есептейміз? Ойланып көрейік. Сонымен KL 0 минус минус 4. 0 қосылған 4 тең 4-ке. Келесі балалар, сұрақтарға жауап беріңіздер. Дәптерге жазып алсаңыздар болады. Кейін мұғалімдеріңіз тексереді. Рационал сандар қалай азайтылады? Таңбалары әртүрлі сандарды азайту, таңбалары қандай сандарды қосумен есептеледі? Үшінші сұрақ. Таңбалары бірдей сандар қалай азайтылады? Төртінші. Координаталық түзуде кесіндінің ұзындығын қалай табады? Жазып аламыз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сіздер өздеріңізге бірінші, нені үйрендім? Нені білгім келеді? Нені түсінбедім деген сұрақтарға жауап беріңіздер. Келесі балалар, үйге тапсырма жазып алайық. Номер 429 айырманы табу керек. Бүгін айтылған ережелерді қолданып, осы есептерді шығарамыз. Келесі 440 есеп, теңдеуді шешу керек. Яғни мұнда теңдеу көрсетіліп тұр, белгісіз x мүшесін x-ті табу керек. Үлгіде көрсетіліп тұр. Осыған қарап шығарасыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.